Мына видеоны бір қараңыздар. Вообще ақтырма Мына жерде шоф бар мен. Батуше! Мына жерде шоф. Сіреш бар е. Mesela не деп тұрмын нахуй? Шоф бар. Сігейма сен нахуй. Шоп болып нахуй. Шоуын қазір көтеріп тұрған мен сен шоуын. Mesela ben жаңа айттым ғой, мынандайларды ашпа, мынандайларды ешқашан ашпа, пластмастарды ашпа нахуй. Салшалар қайтадан е. Сен бүйтіп нахуй машинаны өткізбей қойын нахуй, өткізбей қойын. Жалпы түсінбей жатқандар болса, подборщик дейтін мамандар бар. Арнайы сіздердің көліктеріңізді тексеріп береді. Мысалы ретінде мен бір көлік сатып алғым келсе, Алматы қаласынан немесе Атыраудан, маңызды емес. Мен подборщик жіберемін. Ол 15 мың теңге, 20 мың теңге өзінің ақысын алады. Сен көлікті аласың ба, алмайсың ба, маңызды емес. Телефон соғасында подборщик айтасың, осындай көлік, осындай барлығын ақпаратын бересің, ол барып қарайды. Қарағанда оның міндеті сол 15 мың, 20 мың теңгенің ақысына көлікті толықтай тексеріп береді. Содан кейін саған көлікті алу керек екен, немесе алып қажет емес екенін айтып береді. Бұл өте мен үшін үлкен, керемет, маңызды болған жұмыстардың бірі. Бірақ кей кездері сатушылар болады, соларды түсінбейді. Олардың жасап отырған жұмыстарының барлығы көлікке еш зиянсыз. Есіктің артына резинка тартса, қайтып салынады, өзі сондай ол дейді. Арасында шовты көру үшін және де көрінбейтін детальдарды қарау үшін. Көліктің сыртына тың дейтін арнайы бір металдың қалыңдығын өлшейтін аппарат тұрады. Тың деп. Дыбысы біртүрлі жағымсыз болғанмен оның бетінде резинка болады. Ол ешқашанда көлікке жарақат бермейді, уайымдамаңыздар. Содан кейін көліктің ішіне алады да бүйтіп мазгасына тығады да көлікті толық тексереді, бұрынғы өмірін қарайды, айналдырылған ба, бәрін қарайды. Осы бүткіл жұмыс сіздің біліміңізде, менің білімімде жоқ, бірақ олардың білімінде бар. Сол тексерістің барысында сатушылар келіспейді. Не істеп жатсың, неге бүйтіп жатсың, ашпа, бүйтпе, сөйтпе деп. Одан кейін ол көлікті кім алғысы келеді? Егер де тексеруге рұқсат бермесе. Сонда бұл видеода айтарым, егер сіз көлігіңізді сатып жатқан болсаңыз, ешқандай минусын жасырмаңыз. Ал егер жасырмадыңыз ба, оны толық тексеруге мүмкіндік беріңіз. Себебі сатып алу үшін де ақысы бар, толық тексеру алуға. Мүмкін сіз бір нәрсені жасырып қаларсыз, мүмкін сіз бір нәрсені білмейтін шығарсыз. Оның алдыңғы хозяиннан қалғанша. Көлік сату процесінде ең маңызды жұмыс ол автоподборщиктердікі. Автоподборщиктер, сіздер красавчиктер, тоқтамаңыздар, сіздер бізге керексіздер. Ал сатушыларға болатын болса, көлігіңіз өтсін десеңіз, толық тексеруге мүмкіндік беріңіз, егер өзіңізге сенімді болсаңыз.